сол кездегі қазақ әйелі мен қазіргі тату тәттідегі қазақ әйелі Әртүрлі. 10 жылда не өзгерді? Өзгерді. Қазір негізі бар ғой, енді жаңа үлкен сот болды ғой бізде 1 ай бойы. Көп адам ойын өзгертті. Өзгерді. Одан кейін жалпы ол кезде мизогиния үлкен болатын, эйджизм өте үлкен деңгейде дамыған болатын, және ол қалыпты болып көрінетін. Жас болсаң, не высовывайся. Лично мен өзім продюсер ретінде, өзім жаңағы маман ретінде, жас қыз ретінде күйеуге шықпағаным үшін, умничать еткенім үшін көп айыпталатынмын ол кезде. Ал қазір бізде жастарды қатты қолдаймыз. Мысалы, білмеймін, мен енді осы кезде жас болсам, мүмкін басқаша болар еді карьерам деп ойлаймын да. Өйткені ол кездерде классика өте көп тұғын, бұрынғы совет өкіметінен қалып қойған нәрселер көп болады. Эфир болушы еді ғой әйел бақытында, білесің бе? Телефонмен звондап бір жігіт зорлаған жайлы ма айтады да, соны кәдімгідей эфирде сондай бір, не помню, сондай бір эпизод болған. Кейінде болған шығар.